Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті біздің қаламыздың тұрғындары. Біз Көкшетау қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің қолдауымен өткізіліп жатқан адамгершілік асыл қасиет атты акциямызды бастамақшымыз. Акциямыз келе жатқан 1 наурыз жалпы халықтық алғыс айту күніне арналған. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Білетініңіздей 1 наурыз жалпы халықтық алғыс айту күні. Соған байланысты адамгершілік асыл қасиет деп біз қаламызда осы сауда орталықтарында акция өткізгелі отырмыз. Сол себепті біздің атымыздан кішігірім алғысымызды және осындай бір ұлттық тағамымыз құртты қабыл алыңыз. Рұқсат болса, бір-екі сұрақ қойсам, осы ұлттық тағамымыз құрт жайлы не білесіз? Енді бұл құрттың қасиеті көп қой. Біздің қазақта бұл енді бұл тағамның бір кереметтері көп. Мынау баяғыны ал жерде білесіздер ғой. Осы мынау дұрыс айтасыз. Жаңағы Акмолинский лагерь жон изменить уровень деген жоқ па? Әрине, дұрыс айтасыз. Сол кезде мысалы сол халықта осы құттықтар тасаланып қалды. Біздің қазақтың азаматтары, азаматшалары ана балдарын жіберіп құртты лақтыртып, балаларға жаңағы орнатыр деп өсіптерді қойлар енді. Бірақ ана жегеннен кейін осы көбін аша шықтын аманап қалды. Жалпы бұл тағамның бір ағарған ғой бұл. Әрине. Бұл ағарған. Бұның ішіндегі калориясы көп. Бұның енді ішіндегі енді сүт қой енді. Әрине. Сүттен қаяқтыға сүттен жарыламыз ғой енді. Сүттен осы үлкен тағам. Сол үшін енді қасиетті тағам деп есептейміз. Әрине. Бұл сияқты ақсаларыңа рахмет. Бұл өте керемет. Сізге рахмет, көп білетініңіз көп екен, рахмет. Қарсы болмасаңыз, видеоға бір жақын туыстарыңызға мүмкін, немесе біздің мемлекетіміздің тұрғындарына бір-екі сөз ыстық ықыласыңызды білдіріп жіберсеңіз, алғыс айту күніне арнап. Енді қазақ болғасын алғысты біз бірінші ата-анамызға айтамыз. Ата-анамызға айтамыз, бізді дүниеге келтірген. Сосын алғыс елімізге айтамыз. Елдің тыныштығы болсын, ағайынның амандығы болсын, жастарымыз бақытты болсын дейміз. Аумин. Рахмет көп. Сізге де рахмет. Рахмет сіздерге.